Саған ертек айтып бергенімді қалайсың ба? Құбыжық туралы айтып берейін бе? Оның тістері ұзын және өткір, мынадай. Тырнақтары да ұзын және өткір, мынадай. Оның жүні ұзын және қап-қара, бүкіл денесін түк басқан. Тағы айтып берейін бе? Жоқ па? Жарайды. Есіңде болсын, сен менің кішкентай жетегімсің. Сәлеметсің бе, Анна? Қайырлы таң, Әкетай. Жүрегіңді тыңдаймын. Ал сен терең тыныс ал. Ал қане, терең тыныс ал. Жақсы. Сәлем, ал жағдайың қалай? Жаңалық жоқ. Жігіттер мазасызданып жатыр, сені көрмегелі көп болды. Бірақ аңшылық аяқталған жоқ па? Иә, бірақ осылай аяқ астына жоғалып кетуге болмайды ғой. Роджер, мен бұл істі тастадым. Жарайды, кездескенше. Жақсы, сау бол. Есіктің сені тістеп алғаны өкінішті. Бірақ ескерттім емес пе? Бұл есік саған келген құбыжықты қорқытады деп. Ол бұнда не үшін келеді? Өйткені сенен басқа ешкім қалмады. Ол басқа балалардың бәрін жеп қойды. Бүгін кім келді? Есіктің ар жағынан біреудің дауысын естідім. Басқа ешкім жоқ. Тек Анна мен оның әкесі ғана бар. Анна мен әкесі. Болды. Анна мен әкесі. Тек Аннаның әкесіне ғана сыртқа шығуға болады. Өйткені Анна әлі кішкентай. Анна әрқашан үйдің ішінде болады.
Туған күніңмен, Анна. Көзіңді жұм. Қане? Аш. Оны сен үшін жидек ағашына ұстап алдым. Жігіттің бірте-бірте үйеніп келе жатқаны көрініп тұр. Үйреніп. Сол бір ғажайып жерге үйреніп, сосын 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ол енді жақсы әлемде. Оны алған жерге апарып көміп тастаймын. Ол үшін қазған шұңқырға. Сосын, сол жерде оның денесінен бұтақ өсіп шығады. Ал көктем келген соң, жаңа жидектер пайда болады. Дасти қайтадан өсіп шыға ма? Иә, бірақ ол басқа Дасти болады. Әке, маған не болды? Сен науқассың. Мына дәрі арнайы сен үшін. Әкең сенің ішіңді көру керек. Ақылдым. Қазір әкең ішіңе дәрі ет. Аздап ауырат. Жарай ма? Көзіңді жұм. 1, 2, 3. Тамаша. Бұны күнде істеуге тура келеді.
Анна. Сенің туған күнің. Аюларды санағың келмей ме? Әке, мені жақсы әлемге жібересің бе? Мүмкін менен бұтақ өсіп шығатын шығар. Сен көзіңді жұмасың. Сосын ұйықтап кетесің. Содан кейін ештеңе де болмайды. Көрсеткіштері бір қалыпта. Әсер етіп жатыр ма? Жоқ. Өзгеріс бар ма? Онда 1000 миллиграмм енгізіп көр. Уақытты белгілеймін. Сағат 1-ден 31 минут кетті. Науқасқа 1000 миллиграмм енгізем. Барлық көрсеткіштері бір қалыпты. Тоқтай тұр. Оны ұстаңдар. Күзетке оның ана жаққа жүгіріп кеткенін хабарлаңдар. Сәлем. Қорықпа. Саған көмектескім келеді. Сені таптым-ау. Көршілерің оқ атылғанын естідік деп хабарлаған. Мен шериф Элен Купер болам. Саған қоятын бірнеше сұрағым бар. Қарсы емессің бе? Жақсы. Атың кім? Анна. Танысқаныма қуаныштымын. Тегің бар ма? Мен Аннамын. Шериф, сізді 1 минутқа бола ма? Тек қашып кетпе. Оның қанында липрорелиннің өте жоғары құрамы бары анықталды. Тағы бір тәуліктен соң тірі қалар екіталай еді. Ол Ол не? дәріні эндометриоз, жатыр миомасы және түрлі ауытқулар кезінде пайдаланады. Бірақ қыздың дені сау. Сондықтан бұл дәріні не үшін қолданғаны түсініксіз. Яғни әкесі қызын уландырған дегіңіз келе ме? Енді бұл өте күшті дәрі. Оны қолданған соңда теріс әсерлер өте жоғары. Ол әйел ағзасындағы эстрогеннің өнімділігін төмендету үшін өте тиімді. Етеккірдің ізі де жоқ. Меніңше,
Осылайша әкесі қыздың жыныстық жетілуін тоқтатуға әрекет жасаған сияқты. Жиіркенішті. Иә, Шериф. Менде бары осы. Рахмет, дәрігер. Сәттілік тілеймін. Анна. Қарсы болмасаң, мына белбеуді шешейін. Қорықпа. Мен тек белбеуді шешем. Көрдің бе? Қорықпа. Міне, болды. Әкем қайда? Ол жақсы әлемге кетті ме? Қайырлы таң, әріптестер. Сонымен, маған сенің өте ақылды қыз екеніңді және өткен аптада олардың күрделі тесттерінен қалай өткеніңді айтты. Сенің бұл жерден шығуға дайын екеніңе сенімдімін. Біз де сені дайын деп ойлаймыз. Ал Беллингтон Хаус. Бұл керемет орын. Олардың сен сияқты қыздарға арналған арнайы емдеу бағдарламалары көп. Және де ауруханаға қарағанда ол жердің анағұрлым көңілдірек екеніне сенімдімін. Кешіріңіз, сөзіңізді бөлгім келмеп еді, бірақ оны тағы да қамауда ұстау жақсы амал деп ойламаймын. Қалай болғанда да дәрігер Рунидің пікіріне сенім артуға тиіспіз. Әзірше ДНК сараптамасы жоқ, сондықтан бұған ерте деп ойлаймын. Шериф, мен дәл қазір пациентімізге Беллингтон Хаустың... Мен онымен бірге кеткім келеді. Енді... жақсы, біз бұны шешеміз. Сараптама қорытындысы келгенше менімен бірге боласың. ДНК сараптамасы сенің тағы басқа да туыстарыңның бар жоғын анықтауға көмектеседі. Қарашы, Шерифпен келе жатыр. Бұл әлгі қыз ба? Ал әзірше сен үшін бүтіндей мен жауап берем. Қарсы емес шығарсың. Көлік айдағаным ұнамай ма? Сағатына 30 шақырымда жүріп келе жатқан жоқпыз, бұл қауіпсіз. 100% деп айта алмайым. Өйткені егер сен ішіп алып көлік айдауға отырсаң, онда, бірақ мен ішпеймін, сондықтан уайымдамай-ақ қой. Мүлдем ішпейсің бе? Иә, қазір ішпеймін. Сен шөлдеп жатқан шығарсың. Біздің қалада ет жемейтіндер көп емес. Есің дұрыс па? Мен оның қасына келдім де, есің дұрыс па? Сүмелек. Кеттік, қыздар. Жынды. Осындай жігіттерден аулақ болу керек. Тамақ жегің келе ме? Ас әзірлеу жағынан шебер емеспін, бірақ кетчупты қандай тамаққа қосатынын білем. Дәмді ме? Бұл кім? Анна, бұл Рэй, Рэй бұл Анна.
Ауруханадағы қыз, ол туралы саған айтқам. Ол неге менің киімімді киіп алған? Өйткені ол біздің қонағымыз, және оған бірдеңе кию керек болды. Сен бұл жейдені кимейсің ғой, сондықтан бәрібір емес пе? Маңдайыңа не болған? Сенің шаруаң болмасын. Сен не дедің? Маған дөрекі сөйлеуші болма. Сен оның әкесісің бе? Жоқ, о не дегенің, әкесі емес, әпкесімін. Тек ер адам ғана әке бола алады, ал әйелдер апасы деп аталады. Әке шеше бәрінде болады, бізге ұнаса да ұнамаса да. Кешір, мына бөлмеден аздап зеңнің иісі шығады. Бұл бөлме әдетте бос тұрады. Міне, дайын болды. Жарайды, егер бірдеңе қажет болса, менің есігім қарама қарсы, кірерсің. Жарай ма? Жабуға бола ма? Жаурап жатырсың ба? Ана жақта құбыжық бар. Ол қандай құбыжық? Балаларды жейтін. Әкең айтты ма? Сен құбыжықты көрдің бе? Түсімде көретінмін. Саған мынаны айтам. Мен көп жерде болдым, бірақ құбыжықты көрген емеспін. Бұл жерде саған қауіп төніп тұрған жоқ. Қорықпай ұйықтай бер. Бүгін ауыр күн болды. Қайырлы түн. Мұнда екенсің ғой. Қайырлы таң. Бәрі жақсы ма? Сағат 7 болды, таңғы ас үстелде. Біз бұл жаққа Эленнің жұмысына бола көшіп келдік. Әке шешеміз қайтыс болған соң, үлкен қалада өмір сүріп, метромен жүру керек еді. Метросыз түк қызық емес. Бұл жақта ұялы байланыс мүлдем ұстамайды. Қала бойынша бір ғана жерде фастфуд бар. Ол да Dairy Queen болмағыр жер. Бұл саған тышқан да. Бала демес деп айттым ғой. Олай емес пе? Баланың қалай пайда болатынын білгің келе ме? Бұл саған жалпы түсінік бере алады.
саған бір зат сатып алдым. Жоқ, бұл затты қан аққан кезде қолданады. Бұл дәрі ме? Жоқ, сен ауру емессің. Сен әйелсің. Дайындалыңдар. Алға, Гризли бикеш! Кітапхананың қайда екенін білесің бе? Білем, менімен жүр. Сауық кеші осы сенбіде болады, менің үйімде. Сондықтан міндетті түрде кел, бәрімен таныстырам. Көңіл көтереміз. Рахмет, жақсы. Сау бол. Солтүстік шұғыласы. О, Құдай, рас па? Иә, солай шығар. Оның аяқ киімі жоқ. Оны әкесі шатырда қамап ұстаған. Жаратқан рас па? Күң сияқты ма? Иә. Ақыл есі түзу емес шығар. Әй, сәлем. Кешіріңіз бикеш. Сәлеметсіз бе? Сіз не адасып қалдыңыз ба? Мен Рейді іздеп жүрмін. Ол мені сабақтан соң кітапханада күтем деген, бірақ... Сіз жалаң аяқ абайлап жүріңіз. Сынған шыны шашылып жатыр. Сізге көмектесе алам ба? Қане, тез ашыңдар. Не дейсің? Аш. Саяқ мазақ неме? Яғни қызың бар екен ғой? Жоқ. Сонда екеуің доспыз деп алып кездесесіңдер ме? Аузыңды жап. Жоқ, тоқтай тұр. Сен бірдеңені ұмыттың. Кім көпшек еді? Ешкім. Жарайсың. Сен жарадың. Оның есінде қалатынды етіп соқ. Бикеш, бұл керемет болды. Есімің кім? Сенің мұндай көмегің қажет емес.
Міне осылай қырып тастау керек. Бұны маған әкем үйреткен. Мен ес білгелі есімде, ол күнде қырынатын еді. Аяғын емес әрине, бетін. Анна, сенімен бірдеңе жайлы сөйлескім келеді. ДНК сараптамасының қорытындысы келді. Габриэль Хэнсон сенің туған әкең болмай шықты. Ол саған әке емес. Не? Саған аналар мен әкелер туралы айтқаным есіңде ме? Олар бәрінде болады дегенсің. Иә. Бірақ біз әлі сенің туған әке шешеңнің кім екенін анықтамадық. Өкінішке орай сені менімен бірге қалдырады деп ойламаймын. Саған тұрақты баспана іздеуімізге тура келеді. Оңай қашып құтыла алмайсың. Сынақ дүйсенбі күні. Сен тек жартысын жаттадың. Сонымен, тәуелсіздік декларациясы туралы не білесің? Бері қара. Егер сынақтан құласаң, Элен менің жаным шығарады. Сен солтүстік шұғыласын көрдің бе? Жоқ, бұл жерден ол көрінбейді. Неге? Өйткені ол алыста, солтүстікте, адам жоқ жерде. Білесің бе, оны мен де көргім келеді. Мен мынадай кезімде апам оның суретін көрсеткен болатын. Не істеп жатырсың? Сенен бір иіс шығып тұр. Иіс дейсің бе? Иә, гамбургер сияқты. Бұны мақтау деп қабылдайын ба? Ол не? Не? Мынау. Бұл Дженнің үйіндегі сауық кеш. Мен Дженді білем. Қайдан білесің? Біз доспыз. Иә, қайда жиналдыңдар? Сауық кешіне бара жатырмыз. Менімен болатын кешше. Біз гриль жағамыз деп едік. Иә, дұрыс. Ертең жасақ қайтеді. Жарайды, жақсы. Мүмкін сен де бізбен бірге барарсың. Ондай кештер Эленге ұнай қоймас. Ондай кештер? Қандай кеш болайын деп жатыр? Дженнің үйіндегі кеш. Иә, үйге 12-де келеміз. Сәлем, сен кімсің, есіме салшы? Анна. Анна, кір. Рахмет. Сен қызбен келдің бе? Қатырдың. Иә, қыздар, айтсам сенбейсіңдер. Сәлем, жігітім. Апаңды да ертіп әкелмедің бе? Топпа, сол менің әпкем. Құрып кеткір. Аузыңмен де жел шығаратынды білмеппін. Бұл еркектердің өнері. Міне осылай жасау керек. Қандай керемет. Мә ұста. Бірақ тым тез ішпе. Жарайсың. Балалар, шын айтып жатырмын. Ол сондай бір...
Тамаша. Қане кел маған. Кел. Міне осылай. Анна, не болды? Анна, үйге апарып тастайын ба? Ашы өтінем. Жүр кетеміз. Анна, өтінем, есікті ашшы. Өтінем сенен.
егер үйге кіруге әрекет жасаса, мына есік құбыжыққа кедергі бола алады. Ол бұнда не үшін кіреді? Өйткені ең соңғы сен қалдың. Басқа балалардың бәрін ол жеп қойды. Қарашы. Тағы да мынау жезөкше ме? Анна! Бәрі жақсы. Сен қайда болдың? Анна, сені біреу ренжітті ме? Жүр. Рей екеуміздің сені іздемеген жеріміз қалмады. Анна, бері қараш. Мен маған сені марталатыныңды білсең деймін. Маған бәрін айта аласың. Мен не болғанын анықтауға міндеттімін. Қайда болдың? Және көйлегіңді қай жерде жоғалтып алдың? Айтшы, саған біреу тиісті ме, әлде ренжітті ме? Роджер? Менің көмегім қажет пе? Рахмет, өзім амалдаймын. Бір жағдай болып қалды. Ричард Фуллер қоңырау шалды. Оның 18 жасар ұлы Лоренс те сол кеште болыпты. Ол да сол кештен қайта оралмаған. Оны соңғы рет сағат 11-лерде көрген екен. Біз балалардың бәрінен сұрап шықтық, бірақ ешкім де оның кетіп қалғанын көрмеген. Мүмкін ол туралы қыздан сұрап көрерміз. Одан да бәрін өзім сұрап білейін. Анна, сен маған бәрін айтып беруге тиіссің. Анна, өтінем. Кешегі кеште не болғанын айтып берші. Анна, тырнағыңды бояғанды доғар. Саған көмектескім келеді. Бірақ бұлай жалғастыра берсек, онымыздан түк шықпайды. Эллен, не болды? Бәрі жақсы ма? Рей, Лоренс Фуллер туралы не білесің? Оның жексұрын екенінен басқа ма? Жексұрын ба жоқ па, бірақ ол жоғалып кетіпті. Сонда сен Аннаның бұған қатысы бар демексің бе? Сол себепті оған дауыс көтердің бе? Ол түнде қайда болғанын сұрап жатырмын, ал ол үндемейді. Эллен, Түнде қайда болғанын білуге тиіспін. білесің бе? Онымен мен сөйлесіп көрейін. Сонда ол саған... Я, оңаша. Рахмет. Қорқпа. Оған қан туралы айтпаймын. Анна, сен менен ештеңе де жасырмауың керек. Сені қалай қорғаймын? Көрсетші. Эллен. Эллен, Иә? оны тез ауруханаға жеткізу керек.
Өзім де солай ойлаған едім. Сен басқаларды іздейсің. Өзіңе ұқсайтындарды. Бәрін қырып жойғаннан бері 16 жыл өтті. Сен сияқтылардың бірінде кездестірмедім. Иә. Сол түн есімде. Бұндай оқиға ұмытылмайды. Қаладан келген еркектер бәрін қолға түсірдік деп айтты. Бірақ олай болмағаны айдан анық. Сен анаңды көргің келе ме? Гейб, бәрі дұрыс па? Бәрі жақсы. Ана азғындар қалды ма? Жоқ, бәрін қырып салдық. Оларды түп тамырымен жойдық. Менің сүйікті жидегі. Не істеп тұрсың? Біз Лоренсті таптық. Оның денесінің жанында Аннаның көйлегі жатыр. Өте өкінішті. Не болғанын түсінгім келеді. Мен сенімен біргемін.
Ертеңге дейін, Роджер. Сау бол. Сені тауып алғанша менің итім болған. Оны Джаспер деп атадым. Әдемі күшік еді. Аздап тентектігі де бар еді. Бірақ менің үйімде сен пайда болған күннен бастап Джаспер мазасызданып тыныш кетті. Содан бір күні мүлдем құтырып кетті. Оны жақсы әлемге жіберуге мәжбүр болдым. Түсінесің бе? Мен құбыжықтарды өлтіремін деп ант бергенмін, Анна. Егер мен Джаспер сияқты жақсы аңшы болғанымда, Анна пайда болмайтын еді. Ал Джаспер қартайса да, әлі тірі болатын еді. Сен үшін де жақсы әлем бар. Жейдеңді көтер. Орнын тап. Енді мынаны сал. Қаттырақ бас. Соңына дейін енгіз. Әке, неге маған құбыжық екенімді айтпадың? Сені қорғағым келді. Неге? Бұл саған не үшін қажет болды? Анна, менің қателігім болды. Әкең де. Роджер. Қайырлы таң, Анна. Саған ол жерден ыңғайлы ма? Қане, шық ол жерден. Сені бөлімшеге алып. Анна! Жоқ! Анна! Жолда бұғы өліп жатыр. Оны жолдан алып тастау керек. Анна? Кеттік. Анна, бері қараш. Саған жай ғана. Жылдам жүре аласың ба? Біз өзі қайда барамыз? Солтүстік шұғыласына. Рас па? Есің дұрыс па? Сен қашқын емессің бе? Жоқ, мен құбыжықпын. Қайда бұрып жатырсың? Неге тоқтаттың? Құбыжық дегенің не? Қане, кеттік. Құбыжық дегенің не? Саған көмектесуге тырысып жатырмын. Бірақ бізге полиция көлігін ұрлап қашуға рұқсат береді дейсің бе? Оны іздеп тауып алады. Хамсфорд рутты тексердім, олар бұл жерден өтпеген. Қазір Джеймс Лейнге барам. Құбыжық, тоқта деймін. Батыс қақпасында көлік көрмедіңдер ме?
құрып кеткір, мұздай екен. Су киіммен ауырасың. Анна. Қане, тұр. Тұр деймін. Қолыңды көтер. Мен сені тістемеймін. Не болды, ізіне түстің бе? Адамдарды жина. Гейб, мен бұлай істей алмайым. Егер ол жігітпен болса, онда ештеңе істемеймін. Бүгін Куперді кездестірдім. Ол тым көп сұрақ қойды. Гейб, сенің қатең үшін түрмеге отырғым келмейді. Оны сен жіберіп алдың. Жаман емес. Олар тағы да ұзарады. Бұл не? Қаш! Не? Рейжат, тыныш. Арт жағынан кел. Жақсы. Абайлаңдар.
Қане, қане! Қане! Секіруге тура келеді. Не? Егер өзен бойымен жүре берсек, қайтадан көлге шығамыз. Ол жақтан көлікке қайтып барып, Эленді тауып аламыз. Тезірек жүр. Элен! Рей! О, Құдай! Бұны кім істеді? Бір жексұрындар. Анна қайда? Кетіп қалды. Бері келіңдер. Ана жаққа қарай барайық. Жүріңдер. Қазіргі уақытта іздеу жарияланды. Ол орта мектеп оқушысы Лоренс Фуллердің өліміне қатысты негізгі күдікті. Естеріңізге сала кетейін. Фуллер осыдан 3 ай бұрын сауық кешінен соң өлі күйінде табылған, және оны өлтірген адам әлі де бостандықта жүр. Анна жасаған қылмыстың ізінше тұтқындалады, бірақ ол қашып шығады. Содан бері тергеу орындары оның мекен жайы туралы ақпарат білмейді. Маңызды ескерту. Қала билігі тұрғындардың өз бетінше әрекет етпеулерін өтініп сұрайды. Өйткені күдікті өте қауіпті болуы мүмкін.
өзіңе қарасаңшы. Кешіріңіз. Кеттік. Тез, бол. Қане. Рэй, Эйлен, сәлем. Қазір қайдасың? Фернкрикте. Не болды? Тыңдашы. Олар жиналып жатыр. Сенің көмекшің де олармен бірге. Шақырту бойынша Вишес-стритке келдік. Ақпаратты 10:01 бойынша хабарлаңыз. Робин, Қаштық! Тез! Шериф, сүрініп қалмаңыз. Мылтықты қой. Қой дедім ғой саған. Бұл іске бекер араластың. Қызды да бекер қорғаштап жүрсің. Сен бұл үшін жауап бересің. Жүз 85-ші диспетчерге қосымша күш керек. Қалай түсіндіңіз?
сенің жаңа жемісің бар. Ол пісіп қалды. Сен көп ұзамай жақсы әлемде боласың. Қорықпа. Міне осылай. Болды, қазір. Міне. Қане. Тағы. Осылай. Міне, болды. Егер бұл қыз болса, оның есімін Анна деп қоям деп уәде берем. Ellen? Фильмнің соңы.